Сәлеметсіздер ме? Менің атым Сауре. Бүгін бізге қонаққа Болат аға келіп тұр. Сәлеметсіз бе, Болат аға? Сәлеметсіздер ме? Мен енді осы атым Болат, тұрған қалам Алматы, жасым қазір 77-де. Осы компанияға келгеніме, осы препаратты ішіп атқаныма бір айдай болып болды. Енді менің ауыратын жеріме басым, жүрегім, асқазаным деген жерлер ауыратын. Ана қан қысымы дейді. Қан қысымы бірде жоғары, бірде төмен. Кейде содан кейін барып ана жүрек қағатын. Қан қысымы жүгіргеннен кейін. Енді осы тамақ дейді, осы тамақты ішкенден бері қазір басымда түзеліп қалды. Қан қысымы қазір бір қалыпқа келді. Жүгіре бермейді. Жүрегім жайланды. Асқазанымда не болатын? Шұқалаған аурулары созылмалы дейді ғой, қалып қойған. Оларды қазір жақсы, жаман емес. Бұның әсері маған жақсы тиіп жатыр. Негізгі мамандардың айтқаны, сіз суды жақсы ішуіңіз керек деген. Сол мамандардың айтқан мен жаңағы берген кеңестерін бұлжытпай орындап жатырмын, суды жақсы ішемін. Егер де мысалы кейде мынау асқазанға әсер еткенде қышыл көбеюі мүмкін. Содан барып асқазанды ауыртуы мүмкін. Бірақ сол кезде суды ішіп отыру керек. Тақыл суды ішіп ауырған сайын соны дәрінің әсері кететіндей қылып тамақ қой енді. Әрі қарай келіп сіңіп кететіндей қылып ішіп отырса, ешқандай оны аса маған ешқандай қатты не берген жоқ. Әңгеріміз қатты ауырған жоқ, жай жұмсақ бәрі. Жұмсақ өтіп отыр. Енді басқа адамдарға. Енді сіздерге де мен алып ішсе, ешқандай бұның теріс әсер болмайды. Пайдадан басқа еш нәрсе жоқ. Өйткені құрамындағы оқып шықтым, құрамындағының бәрі алғы емдік шөптер. Бұл емдік шөптерден соны жасаған адамдарға ішіп денсаулығын дұрыстасын деп. Сол себептен де мен осы тамақты қолданып жатырмын.